Бауыржан телефон соқты, қалай дайынсыз ба? Дайындап отырмын ғой дедім. Соң айтады, ана 70 жылдықта айтып едіңіз ғой, талай адамдардың көңілінде күпті болып жүретін сөз осы саясатқа кетпегенде қалай болар еді деп. Ондай сұрақты Әбекенге осы отырған Амангелді де қойған. Амангелді Кеңшілікұлы. Оны жазды да, оны Әбекен өзі біледі. Сіз неге мына саясатқа кеттіңіз, неге осынша жыл өміріңізді жұмсадыңыз, ал жазумен отырғанда керемет дүниелер қалдыра едіңіз ғой, дейді Амангелді. Содан кейін Әбекен айтады, мені Толстой сияқты дүниелер қалдыра едіңіз, мені Толстоймен салыстыруға болмайды ғой. Толстой ол сол кездің өзінде жан-жағына өктемдігін жүргізе бастаған елдің, империяның жазушысы. Ал мен бодандықтан бостандыққа жаңа шығып жатқан, жаңа мемлекет құрып жатқан елдің жазушысымын деп Амангелдіге түсіндіреді. Сонан кейін жаңа айтқаны Бауыржанның, сіз сонда айттыңыз ғой, бізге сол тарихтың өтпелі кезінде кім көбірек керек еді? Прозаик Кекілбаев көбірек керек пе? Жаңағы публицист Кекілбаев, саясаткер Кекілбаев, өнертанушы, мәдениеттанушы, философ Кекілбаев көбірек керек пе дегенде, біздің ойымызша сол кезде Әбіштің таңдауы дұрыс болды. Осы саясатқа келгені де, содан кейін өзінің бүкіл өмірін, ең ерекше жылдарын публицистика арнағаны, көсемсөзге арнағаны, мемлекеттік іске араласқаны деген сияқтылар. Мысалы, талай нәрселер бар, біреулер жұрт біледі, біреулер білмейді. Мысалы, сол маңайда жүрген кезде халықаралық валюта қорының қысымымен қанша шаруалар жасалды, енді бүгінде айтуға болады. Мысалы, облыстардың қысқаруы дегендердің барлығы осындай администрациялық шығындарды мынаншаға түсірмесеңіздер, жаңағы валюта қордан бөлмейміз деген талап қойылған. Содан кейін байланысты осындай бөлінген. Сол кезде мысалы нақты айтқанда Қызылорда облысын жабу, Шымкент пен Ақтөбеге бөлу сияқты әңгімелер болған. Сондай кездерде Маңғыстауға байланысты бәрінде басқа да мәселелерде Әбіштің ақылының ерекше жүзеге асқан жерлері көп. Мысалы, мен нақты білем, Байқоңыр мәселесіне байланысты жоқ, өзіміздікі болады, қалай Байқоңырды беріп қоямыз деген адамдар болды, басқалар болды. Ақыр аяғында бермесе тартып алатын жағдайға келді. Сонда Әбіш мемлекет басшысына барып аренда идеясын айтты. 50 жылға арендаға берейік, жылына талабымызды қояйық. Соны ұмытып қалды, бәленбай $1 миллион жылына Байқоңыр аренда. Біріншіден оны игеріп сол жерден ғарыш кемелерін аспанға ұшыра аласың ба? Немесе тоздырып құртасың ба тіпті? Алыңдаршы деген күні көзінде. Немесе насырға шапса қандай механизм бар Байқоңырды қорғап қалатындай? Соның ішіндегі ең оптималды вариант Әбіш ұсынған аренда варианты болды. Және сол это сработало. Осындай дүниелері бар.